Алтыншы бөлім. Талут пен Жалот. Қане, кеттік Зият. Әлі қостақта үстінде жүруді үйреніп кетесің. Маржан мен Лолуды күтпейміз бе? Жоқ, олардың біраз жұмыстары бар. Ондай болса, қанеки әке шешемді іздейік. Күте тұр. Мұна кісіден мән жайды сұрайын. Әли, қал жағдайың қалай? Қош көрдік теңізшім. Өзіңді көрмегелі біраз уақыт бопты. Әрі керемет оқиғаларыңды тыңдамағалы көп болды. Сен бірінші маған мынаны айт. Бір күн бұрын осы айлақтан бәдәуи бір еркек пен әйелді көрмедің бе? Мен бұл базарда 50 жылдан бері жұмыс істеймін. Бірақ осы уақытқа дейін бірде-бір бәдәуи адамның кемеге мінгенін көрмеппін. Аға, сіз сенімдісіз бе? Әрине, балақай. Олар сапарға кемемен емес, түйемен шығады ғой. Жақсы, не де болса рахмет. Досым, сосын көрсерміз. Мүмкін олар келіп тұрып, бұл сатушы байқамай қалған болар. Кеттік, басқа жерден сұрап көрейік. Айттым емес пе, бұл кішкентай айлақ. Бұл жерге көп кемелер келе бермейді. Я мырза, оны маған айтқансыз. Сен әке шешеңді уайымдап тұрсың ба? Енді оларды көрмей қалам ба деп қорқам. Алла қаласа атанаңмен қауышасың. Аузыңнан жақсы сөз шықсын. Өліммен бетпе-бет келсе де, еш мойымай күрескен Талуттың батыл әрі ержүрек әскерлері сияқты бол. Иә, сол кезде шынайы мүміндер Алланың қолдауымен аз топ, көп топты жеңген. Аяттың жалғасын оқы. Алла сабырлармен бірге. Иә, Зият. Алла сабыр еткендерге көмектеседі. Егер адамдар осыны түсінгенде, онда олар қиындықтан қашпайтын еді. Өйткені солай Аллаға жақындайды. Талут пен Жалот оқиғаларының жалғасын қашан айтып бересіз? Қазір айтайын ба? Әрине, айтыңыз. Талут патша өзінің әскерімен ыстық сахараға жол тартты. Әскерінің адалдығын және күшін сынау мақсатында оларға өзеннен су ішпеңдер деп әмір етеді. Көбі бұл бұйрыққа бағынбады. Иә, сөйтіп ондайларды әскер сабынан қуып жіберіп, азда болса сабырлы әскерлерімен Жалутқа қарсы жорыққа аттанды. Жалут мырза, бұл біз үшін керемет мүмкіндік. Әскеріңізге шабуылдап, оларды жермен жексен етуді бұйырыңыз. Талут жеңеме деп қорқам. Ол әскерінің негізгі күші. Сіз осы аз әскерден қандай күшті көріп тұрсыз? Иә, Амрос. Олардың күштерінің тең жартысы басшыларының даналығында. Қалған жартысы әскердің иманы мен нық сенімдерінде. Олар өздерін тура жолдамыз деп сенеді. Ендеше қандай ойыңыз бар, мырза? Әуелі Талутпен сөйлесіп келейін. Олардың басшылары жалғыз өзі келе жатыр. Мүмкін ол келісіп, қан төгіссіз өз жерін беретін шығар. Ондай ойы бар деп ойламаймын. Бірақ соғыс ережесіне сай, мен де оның алдынан шығып, не қалайтынын білуім қажет. Әлгі қой бағып жүрген Талут сен бе? Иә, мен қарапайым бір адаммын. Алла тағала мені әр адамның өз ақысын алып беруім үшін патша етіп жіберді. Сөзге шешен екенсің, енді солай керемет соқсалар ма екенсің? Мені олай арандатып, әлі шығармаған шешімді қабылдауға мәжбүрлей алмайсың. Мен жекпе-жекке шыққым келмей ме? Мені өлтірді деген атақ керек емес пе? Мен бұл жерге атаққа ие болайын, не мақтанайын деп келмедім. Онда не үшін келдің? Жерді өз иесіне қайтару үшін және халық бейбітшілікте өмір сүрсін деп келдім. Мен мұнда дауласу үшін келмедім.
Бұл жерге қан ағызып, бүкіл Сахараны қан жоса қылуға келдім. Ұқтың ба? Осыған дейін жақсыз адамдардың қанын төгіп келгенің жетпей ме? Егер шынымен де бейбітшілікті қаласаң, онда менің саған айтар бір ұсынысым бар. Айт, құлағым сенде. Менімен жекпе-жекке шық, немесе өз әскеріңнен ең мықты деген батырыңды менімен жекпе-жекке шығар. Егер мен өлтірсем, жерлерің менікі болады. Сөйтіп осы жердің патшасы жалғыз мен болам. Ал егер жеңілсеңші? Бұлай ойлағаның қызық екен. Бірақ сен айтқандай болса, менің барлық мүлкім сенікі болады. Ей шапан, сөйтіп жерді өз иелеріне қайтарасың. Бұған не дейсің? Келсем, Алла қалағаны болады. Менімен жекпе-жекке шығатын адам келгенше оны күтем. Мырзам, не айтарымды білмей тұрмын. Жалытпен жекпе-жекке шығу тәуекел ету қажет. Бұған тәуекел етуге болады. Жеңіске жеткен үлкен олжаға кенеледі. Әскердің барлығына хабар беріңдер. Жалытпен жекпе-жекке шығып, оны ойсырата жеңген жан менің байлығыма ортақ болады. Әрі қызыма үйленіп, менен кейінгі патша болады. Солай деп жеткізіңдер. Көп болады патшам. Талут патшам, әміріңізге құлдық. Мырзам, сіз кешеден бері нәр татпадыңыз ғой. Сізге тамақ әкелейін бе? Жоқ, ілтипатыңа рахмет. Мырзам, сіздің не үшін көңіл күйіңіз болмай тұрғанын білсем бола ма? Ол залымды өз қолыммен өлтіргім келіп тұрғаны. Бірақ мен бұл елдің қамы үшін жекпе-жекке тойтарыс беретін тәжірибесі мол жауынгерді шығаруым керек. Бізге дана, әрі қарапайым патша бергеніне Аллаға шүкір. Сен айтып тұрғаныңа сенімдісің бе? Самғон, мен өз құлағыммен естідім. Патшаның қызына үйленіп, одан кейін таққа отырады дей ме? Және де көзі тірісінде өз байлығымен бөліспек. Шіркін, сол қаһарман мен болсам ғой. Ей, Дәуіт, қанеки, тамақты тездет. Бол енді. Бізден кішекеніңді ұмытпа. Кішкентай балаға үлкен ағаларының айтқанын тыңдау міндет. Дәуіт алейхиссалам үлкен ағаларына бой ұсынып, олардың айтқанын істеді. Әрі естігендеріне ой жүгіртті. Бірақ жалт ешқашан жекпе-жекте жеңіліп көрмеген. Ол өзақ бір топ әскерді жеңе алады. Қалайша оны жалғыз жауынгер жеңбекші? Айтшы. Өмір деген тәтті ғой. Оны жекпе-жекте құрта салғым келмейді. Дәуіт, тамақты әкел. Саған не болды? Мырзам, Жалутқа қарсы шығатын ержүрек батыр ақыры табылды. Жақсы, кіргіз оны. Бірақ мырзам, Не болды? анығын айтқанда ол жауынгер емес. Сонымен, не айтқың келіп тұр? Ол 16 жастағы жас бала. Өзі арық келген, қой бағып жүрген жігіт. Есімі Дәуіт болады. Ештең етпейді. Жолғып көрейік. Кезінде мен де қой баққанмын. Патша болып дүниеге келмедім. Қазір шақырам мырза. Ей жігіт, кір! Жүзінен иман шуағы төгіліп тұрғандай көркем жүздекен. Мен сені соғысқа қимайым. Дәуіт алейхиссалам, уайымдамаңыз, Алланың қалағаны болар деп айтты. Дұрыс айтасың балам. Онда кел, саған қылышым мен сауытымды берейін. Неге алмай тұрсың? Сенің көрсет тұрғаның не нәрсе? Дәуіт пайғамбар аңшылықта қолданып жүрген тасатқышым бар. Алла қаласа жекпе-жекте сол менің қаруым болады деді. Оны барлық жерден іздедім. Аңшылық құралын алып, өзі жоқ болып кетіпті. Дәуіт қайда кетті екен, Біздің Жалут туралы айтқан сөзімізді естіген соң, бағын сынап көрмекші болып, сонда кетпеді ме екен? Дұрыс айтасың, солай сияқты. Сен оның батыл әрі ержүрек екенін білесің ғой. Бірақ бұл жолы үлкен қауіп төніп тұр. Ол болса, басын өлімге тікпекші. Ол біздің ең кіші бауырымыз. Оны құтқаруымыз керек. Оны райынан қайтарайық. Олай болса, одан айырылып қалмай тұрғанда тездетейік. Жалут патшамен жекпе-жекке шығатын жас баланы көрдіңдер ме? Ондай жекпе-жекке шығам деуші жауынгерлер көп болды. Қайсысын сұрап тұрсың? Бойы қысқалау,
көзі көк, шашы бұйра. Шатаспасам, ол ең бірінші келген жігіт қой. Я құдайым, бауырымыздан айырылыппыз ғой. Тышталыңдар, бұл шешуші сәт. Ол жауытқа жақындап келеді. Оны қалай тоқтатамыз? Әлгі жауынгер қайда? Неге шайқаспай жатыр? Құрып кеткер. Сен кімсің? Қадірлі пайғамбар, мен Дәуітпін деді. Сен өз әлсіз біреусің ғой. Жарайды, мен саған рақымшылық жасайын. Сенің орныңа басқа жауынгер шықсын. Қайта қой. Талут қайда? Дәуіт пайғамбар сені Алланың қалауымен өлтіретін менмін деді. Өзің бір айтқаннан қайтпайтын бала екенсің. Айттым ғой саған. Артқа шегін. Дәуіт пайғамбар сені өлтірмейінше қайтпайым деді. Қазір саған кіммен байланысып тұрғаныңды көрсетейін. Дәуіт пайғамбар тас атқышын алып шығып, Аллаға дұға жасап, Жалутқа қарай лақтырып жіберді. Тас сулап барып, басына тиіп, оны сеспей қатырды. Жалут өлді! Жеңіс біздікі! Шайқасамыз! Шайқасамыз! Сазайларыңды алыңдар, Алланың жаулары! Шегінбеңдер! Шегінбеңдер! Тек алға! Аллаға шүкір, жауды жеңіп жерімізді қайтардық. Залым Жалуттан да құтылдық. Сүйінші! 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 Күте тұрыңдар. Ең алдымен сөздеріңнің растығына көз жеткізейін. Рас айтып тұрмыз! Ақиқатты айтып тұрмыз! Рас айтып тұрмыз, ақиқатты айтып тұрмыз. Сонда қалай? Жалутты бәрін бірге өлтірдіңдер ме? Мырза, оны мен өлтірдім. Міне менің дәлелім. Не бұл? Бұл Жалуттың дулығасы. Бұны бәрі білет. Менің қолымда оның шапаны бар. Оны тек өлтірген адам ғана шешіп ала алады. Қайсыңның сөзіне сенейін? Менің, жоқ менің. Құрметті Талут мырза, ол екеуі де өтірік айтып тұр. Жалғыз менде ғана сөзіме айғақ бар. Оны өлтіргенімді дәлелдеу үшін Жалуттың бас бармағын кесіп алып келдім. Мінекей. Сенің алдыңда 7 жауынгер Жалуттың бас бармағын алып келді. Сонда Жалуттың 8 бас бармағы бар болғаны ма? Ол өзі жай адам емес еді. Мына өтіріктеріңді доғарыңдар. Әйтпесе абақтыға қаматуға бұйырам. Қалай сендер бізге жеңіс берген Аллаға өтірік айтасыңдар? Қалай сендер өздеріңе тиесілі емес нәрсені хақымыз дейсіңдер? Жалуттың басын алып келгенге ғана уәде еткен мүлкімнің жартысын берем. Мырзам, Дәуіт қаһарман келді. Бұл не қап? Мәртебелім, бұл Жалут патшаның басы. Оны бекзат текті батыр Дәуіт өлтірді. Менен кейін патша болып халықты әділ басқаруға ең лайықты адам сен екенсің. Өзіме сені күйеу бала етіп, мүлкімнің жартысын өзіңмен бөлісу мен үшін үлкен мәртебе. Барлық жақтағы елдерге мына керемет хабарды жеткізіңдер. Қане ғамон, патша болған әрі пайғамбар Дәуіт бауырымыздың үйіне қонаққа барайық. Онымен кездесуге қысылам. Бұрнын аямай жұмсап қызмет еткізетін едік қой, я? Өткенді ұмыт. Қымбатты бауырымыз олардың барлығын кешіріп те қойған. Пайғамбарлардың жүрегінде мейірімділік, кең пейілділік пен ізгілік қана болады. Дұрыс айтасың. Қараш, оның уақытында еліміз қалай көркейді. Иә, тіпті аспандағы құстың өзі Дәуітті жақсы көреді. Себебі олардың да тілдерін түсінеді. Қанеке, кешігеміз. Бауырымыз сәбейлі болыпты, оның жанынан табылып, қуанышына ортақ болуымыз керек. Қане? Дүниеге келген нәрестенің аты кім екен? Естуім бойынша Сүлеймен деп атаған көрінеді. Алла екеуіне де береке берсін. Олар Жалутпен және оның әскерімен шайқасқан кезде, «Я Раббымыз, бізге қайсарлық бітіргейсің, бізді табанды еткейсің, кәпірлер қауымына қарсы бізге медет бергейсің» деді. Алланың жәрдемімен олар жеңді. Дәуіт Жалутты өлтірді. Алла Дәуітке патшалық пен хикметті берді. Оған қалаған нәрселерін үйретті. Алла адам баласының біреуін біреу арқылы қорғамаған болса, жер жүзі балығып кетер еді. Бірақ Алла кеңшілік иесі. Бұл қиссаның қаһарманы Дәуіт пайғамбар.
Сонда ол Сүлеймен пайғамбардың әкесі болғаны ма? Иә, олар екеуі патша да пайғамбар да болған. Оларға Алла тағала үлкен билік берген. Дәуіт пайғамбар қандай мықты еді? Иә, ержүрек болған. Жеңіс тек Алладан екенін бізге көрсету үшін. Әрі қиындыққа тап болғанда оған қалай сабыр етіп, үміт үзбей, тек Аллаға ғана шын сенуімізді бізге үйрету үшін. Қолындағы жай таспен ақ жалытты өлтіртті. Иә, теңізшім, не айтқаныңызды түсіндім.